Assalamu алейкум, менің YouTube каналымның ағзалары. Сілерді көріп тұрғаннан қатты қуаныштымын. Сілердің ең жақсы көрген контентіңіз распаковка. Ал бүгін мен Нөкіске барып қайттым жұмыстарменен. Негізінде басқа жұмыстарға бардым, бірақ білесіз ғой, Нөкіске барсақ 99 жұмысты бірге бітіріп қайтамыз. Сондай бүгін Нөкіске барып, жұмыстарын бітіріп, сосын рекламада түсірдім, сөйтіп тазадан инсандармен таныстым. Оның үстіне анау-мынау майда-шүйде киім алып қайттым. Ал кеттік, бірге распаковка қыламыз. Тайым болсаңыз, бірден лайк басың. Ал мен болсам басылаймын. Бүгін түргеп тұрайын дедім, сосын айтпақшы. Мына кофтаны мешіттің қасындағы офтымнан 99 мың қалдым. Осындай сәл-пәл келтелеу, енді қолларым көтергенде белің ашылып қала береді, бірақ маған ұнады, аппақ. Осындай нелер бар, қасылар. Мына шалбар ядыңызда шығар. Мына жерлер жайрап жатқанына әтібар бермең енді. Айтып жүрмең ал. Мына шалбар ядыңызда шығар. Бүгін бірінші мәрте киіп кеттім, ал рұқсатым берді, кие ғой деді. Ал сонымен распаковкаға қайтсақ, Сақып Жамал деген подружка тауып алдым. Сақып Жамал деген қыздың сондай рекламасын істеп беріп едім. Пемлдан осындай затларын беріп жіберді. Пемл деген компаниядан. Так, бұдан ашып көрсетейін сілерге. Ішінде мынандай, так, мынау не, сода, мынандай үлкен. Так, объемы қанша екен бұның? Объемы 2,1 килограмм екен. Сондай үлкен сода. Сосын мынау салфетка, мынандай қазалардың нелердің майын алатығын, осындай салфетка. 43 түк тұрады екен одан ішінде. Сосын мынау не болуы мүмкін? Дезодорант, мынандай дезодорант. Пемл компаниясынікі бұлар. Пемл компаниясы ұнады маған, мощненький. Мынандай сумка. Ал Сақып Жамалдың берген подаркілері, Сақып Жамалға рахмет айтамын, күйеулі ашық қыз екен. Кешегіде де бірталай зат береді. Енді мына өзімнің алғанларым офтымнан алдым, бұдан офтың арудан алдым. Мынау қас бояп білмейтұғын мен құсағаларға керек нәрсе екен андай. Қастың формаларда мына жерге қойып бояйды. Сілер менден жақсы білесіз ғой, мен сілерге түсіндірім шәртеміз. Осындай қастың формасы. Енді тональный жағып боян үйрене жақпан. Соң үшін андай. Не алдыйды, спонж ба, не зат, сондай нәрсе. Сөйтіп, үйрене жақпан дедім, ол мінеке, қас бояйды тұғын зат алдым. Темба, не алдыйдым. Так, Анна Роз дегеннен алдым мынандай. Мынау 10 мың сом, мыналарын сен алам білмеймін. Сөйтіп, кушон алдым. Тональник. Мына екеуі бірге жүреткен. Мұнаң сыртында коробка жоқ болған үшін, осы екеуі 10 мың сомнан сондай скидкілер болатқан екен. Сөйтіп, 10 миллисет 70 мың сомлық осындай духи құйдырып алдым. Тампорт ба, томпорт ба, атын ұмытқан. Қызыл, шешесі қызыл. Есі ұнады маған. Несі 10 миллисет 70 мың сом. Мешіттің қасынан алдым ұсылардың бәрін. Сондай біреулерін сен аларын сәл ал жасып айтқан болудан мүмкін, болума мүмкін деген. Шоманайға келіп. Шоманайға келіп, ұсындай. Мынау, неғыл дейтін еді. Насоздың несі, мынаң ішінде кәмір болады екен. Мына жеріне жел бересең, жаңа дауыс шығарып, су насостың дауыс тоқтамай қалса, осы бір зат кеткен болады. Я болмаса, мына бір реле деген нәрсесі кеткен болады. Жақында салып релесінім. Бірақ регулеп күсін дұрыслап қоя алмаған, шұқылап тастаған, мынаң ішінде кәмір жарылып кеткен, олмайтқанда темір терсек. Сондай ақыры алдық. Құлақ миымызды жеді тоқтамай насосымыз. Сонымен бүгін бітетін шығар ең. Сосын мына сумкіде, бұл сумкіні қойып тұрайын әуел. Қызыма мынандай кішкентай 13 мың сомнан футболка алдым. Үйде қайнапаң баласы бар еді, екеуін алдым. Сондай мына қызыма розбейм, ана қайнапаң баласына жасыл светінен алдым. 13 мың сомнан бұлар. Так. Қайныме мынандай не алдым, аяқ киім алдым. Көрініп тұрмын сілерге. Осындай алды бет сеткі, үсті бет сеткі. Бұны 130 мың сомға алдым қайныме. Так. Мынаны күйеуіме алдым. Так, мінеке мынандай. Алды бет, бұны үсті бет сеткі, жазға енді. Бұны 120 мың сомға алдым. Сосын мына сумкада нелер бар еді. Ал, сілерге көрсетейін, басыланды, киімдер басыланды. Мынандай ұзын, шалбарымның формасында үстінде килот дейма неғыл дейді. Материалы бір жұқа жазға. Үстінде мен жа көбінесе скутермен жүремін ғой, іштен көлікпен немен жүре алмайсың. Футболкамен сыртынан көлік киіп, сөйтін асветінен киіп, осындайлармен жүрсің. Ерім ашылды, мен ерім ашылды деп жүрмейсің де жақсы. Скутермен жүргенде. Осындай килот.
Бұның бағасы 59 мың сом. Сәл болмаса 79 мың деп айтайын деп. Сен аларды ұмытаман да. Сол арудан тауып алмадым. Сөйтіп корзинка бетте бір магазиннен алдым 140 мың сомға. Олар болғанда бір 59 мың ба 69 мың ба болар асып кеткенде. Сол мен барғанда сондай үстінде көйлеклер таусылып қалған екен. Мына жағы күннен сақлайды ғой енді. Футболка мен анда сыртынан киіп жүре береді ғой. Осындай рубашка, бұны 140 мың сомға алдым. Сондай ішім ашыды енді, ләшсізден алдым, расын айтайын. Қымбатқа алдым. Сөйтіп, мынандай менде асты спатчикаларым бар, мынандай триколарым жоқ та, құры өз триколарым. Аналар форма енді қалыңлау, соған мынандай сәл жұқалау материалдан. Осындай трико алдым, мына жерінде мынаны қандай еді, японский гүл. Осындай трико алдым, бұның бағасын ештемедей. 79 мың шығар меніңше, 69, 79 екеуінің біреу. Сонымен сондай ал атын өкістен көйлек таппай Шоманайға келіп алдым. Насиба брендтен алдым мына көйлекті. Так, бұның қаяғы оң, қаяғы теріс деген болды. Белінде мынандай ремені бар. Кеште отырыспағымыз бар құда қалсақ. Құрдастарымыздың балалары жатқарып жатыр. Соған барамыз. Соған көйлек алдым. Онша әрі отырыспаққа көйлек алатынлардың қатарынан емеспін, бірақ бүгін негедір алдым ал. Сондай мынаны 250 мың сомға алдым. Не қылды ойлайсыз, жасқа мас емес па? Шифон көйлек. Сосын ал бүгін мен ақшаны аямай саудым. Өлі өз бір барамыз ғой, білесіз бе, жаңағы пайтақтқа бір барамыз сөйтіп. Мен нәрсені тық барамыз, одан жасырып ақшалардан тық барамыз сөйтіп. Мынандай костюм алдым өзіме. Бардовый цветін қатты іздеп едім, бірақ бардовый цветін таба алмадым. Осындай костюм. Кеште отырыспаққа киіп баруға бұндай қазіргі сезонға киісатын жоқ, бүгін көзім жұмайып тұрып алдыма қиналдым енді. 350 мың деп тұрады, 300 мыңға алдым зордан. Яғни 280 мыңға алдым. 350-ден 280-ге түсірдім. Проезіме жетпей қалacak деп жағдайды айтып отырып 280 мың сомға алдым. Қалай? Реакцияларыңыз жіберіп кетің ал. Сосын ыстылап бара жатырмын. Ауқат асу керек, соң үшін тез-тезден распаковка істемесек болмайды. Үйде қожайынға 2 носки, отырыспаққа баратын болса обязательно таза носки болу керек. Сосын мынандай футболка алдым. Оның жеңі жоқ футболкалары көп, сонда да мынандай кәдімгі не дейді. Сондай футболка болуым айтқанда жұқа. Сөйтіп 159 мың сомға мынандай женси шалбар. Оның ұлыма женси шалбар жоқ екен ал. Бар болғанмен қара свет мынандай жазға осындай женси шалбар 159 мың сомға. Сөйтіп мен кімді көрдім деген шеша. Олыма күтпеген едім, бірақ сол жерге баруды обязательно плаластарын халатлар әлемі деген Хансұлу апаның Базарбеттегі магазиндерінің филиалы. Гілен қалатлар бар ішінде. Милана, Штапель дейсіз бе, һәмме турецкий штапель, ташкентский штапель, һәммесін таусаңыз болады, һәм арзан бағада таусаңыз болады. Сөйтіп сол жерге барсам, Хансұлу апаң өз жетті. Ал енді өмірде көрсеңіз бар ғой, абарқан бетлер деген аппақ жаңа бетлерінде шіп отырған келеді ғой жаңа. Бір сүйкімді екен ал не. Телефон бәрі басқаша көрсетеді екен. Бүгін бірінші мәрте көрістік ал. Сөйтіп көп затларды плаластап қайттық, бірге видеоларға түсетін болдық. Сондай сөйтіп маған мына 2 көйлекті подаркаға беріп жіберді ал. Ұлыма күткен жоқ едім. Мен ол жерде Хансұлу апаны көременем деген ойымда жоқ еді құдайлығында. Мынандай біреу штафель, тек мынаның бағасы 115 мың сомнан, бірақ деген енді качествосы топ, мынандай шетінде белбеуі бар, сөйтіп замок несі бар, қалтасы бар. Сәдебі де ашылады екен. Как раз емізулерге деп удобно екен да, олым айтқанда. Мен сондай көйлеклер жақсы көремін деген мощный. Бұның әр түрлісінен бар. Мен жасыл цветін ұнаттым. Хансұлу апа, егер мен YouTube каналымды көретін болсаңыз, рахмет, Құдай сыйласын, саудаңыз мол болсын, Құдай. Тапқан табысыңыздың берекетін берсін. Сөйтіп мен өзі ол жерге мына қалат үшін барып едім. Қазір білесіз ғой, Милана деген қалатлар хит болып жатырды. Мына қалат үшін бардым. Тексілге де көрсетейін. Милананың оригинал қалатларын сол жерден таусаңыз болады, арзан ценада. Мінекей. Тек мына енді суретін ала қояйын ба? Тек. Мен 52-ші размерге мен құда қалса енді қайтатын шығармын. 50-ші размерге 48-ге түсемін деген планымда бар. Тек мынандай бір сәдебін әлдір жойын. Алдында үлкен сәдеплері бар. Милана қалатларыны
былай-былайға күйге зор. Үйдің арасына. Бұның тағы бір көксібетінен қатты аламын, өзі 3 қалат аламын деп барып едім ғой. Сөйтіп болып, еледе 3 қалат алмағам дейді, болмаса онан бәрін ақшасын төлемей ақ қой деп айтатын еді. Подаркаға деп ұятын еді. Шына 2 қалат өзім сайлап алып төлейін деп барсам, бермей ақ қой Сәрназ дейді. Бір түрлі болдым, бірақ рахмет, көңіліне берсін. Сондай мінекей. Осындай қалат. Бұның бағасын жаңағыдан еді. Бұның бағасын енді шығарып жатыр еді, бұның бағасын ұмытып қалдым, бірақ бұлам арзан. Ал енді сөйтіп, ал мен жаңалық болдым, бірақ ешкімге айтып қоймын, сілерге айтамын. Мына пакеттен ақ біліп тұрған шығарсыз, зат екен. Ал бұны ендігі видеода распаковка қыламыз. Әзірше ешкімге айтпай тұрып қоямын. Бұл ойласпаған жерде, ол плансыз жерде болды. Сондай бұны ендігі видеода саламын. Ал әзірше осыны көріп, соған лайк басып, пікірлеріңізді жазың. Ал ауқат асу керек. Құдай қаласа кейінгі видеоны күтіп қалың. Пока.